Сізде неше жоба болды негізі? Менде жоба көп, бірақ енді қазіргі таңда сол екі жоба, біреуі комикс арқылы әдебиетті оқыту, біреуі жасанды интеллектте әдеби образды жасау, кейіпкер образын жасау, жасанды интеллекті арқылы жасау. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздер куә болып отырған өзімізге алға қойған мақсаттардың бірі ең керемет бір үздік алаң болып есептеледі. Ол үздіксіз подкасты. Бүгінгі тақырып өздеріңізге белгілі жасанды интеллект бойынша заманауи үлкен күрделі өзгерістерді қозғайтын сұхбат болары хақ. Сондықтан бүгінгі кездесу, бүгінгі сіздерге арналған бағдарлама, подкаст сол үшін арналып басталды. Сіздермен бірге бүгінгі подкасты жүргізушісі әдістемелік орталықтың әдіскері Жұмағали Жұмаханұлы. Бүгін біз білім беру жүйесінің ең күрделі кезеңдерінің бірі туралы сөйлеспекпіз. Жасанды интеллект, цифрландыру, ақпараттан шамадан тыс көбеюі, бұның барлығы мұғалімнің қайта бір қарауға мәжбүрлеп отыр. Әсіресе тіл мен әдебиет сияқты адам болмысын қалыптастыратын пәндер үшін бұл өзгерістің салмағы ерекше. Осы трансформацияны бүгін талдап көрмекшіміз. Олай болса, бүгінгі біздің қонағымыз Дарифхан Нұргүл. Астана қаласы нөмір 93-ші мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Қазақстан Республикасының үздік педагогы, білім беру ісінің қызметкері, және де бірнеше жобалардың авторы. Шәкірттері қалалық, республикалық, халықаралық білім, шығармашылық және спорт салаларындағы үлкен жүлделерге ие болған айталық жеңімпаздар. Қош келдіңіз студиямызға, Нұргүл ханым. Бүгінгі кездесу өте тартымды, өзінің сұрақпенен жауапқа тиісті болатын өзім ойлап отырмын. Сондықтан қадамыңыз құтты болсын. Сонымен бірге бүгін біз сізге әдістемелік орталық тарапынан біздің ең кереметте бір республикалық педагогикалық ғылыми зерттеу журналын тарту етпексіміз. Қабыл алғайсыз. Қош көрдік, қайырлы күн. Бүгін осындай тамаша сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Өзекті мәселенің өзегін бірге қоямыз деп сенімдімін. Рахмет сізге, қош келдіңіз. Олай болса, негізгі сұрақтарға көшейік. Бірінші, қазір өзіңізге белгілі сұрақтардың бірлігі әрі және проблемалы тудыратын сұрақтардың бірі, қазіргі педагогика мұғалім ақпарат беруші емес, ментор деген түсінікті қалыптасты. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Жасанды интеллект кез келген ақпаратты тауып берілетін заманда магистр педагогтың сабақ беру әдістемесіндегі басты құндылық не болмақ? Сұрағыңызға рахмет. Бүгінгі мұғалімнің басты құндылығы бұл ақпарат беруде емес, тұлға қалыптастыруда. Оқушы бойына адами құндылықтарды қалыптастыратын тұлғаны қалыптастыру болып танылады. Яғни жасанды интеллект ақпаратты бергенмен оқушының бойына шабыт, ізденіс, мотивация бере алмайды. Ал мұғалім мыңдаған оқушылардың жүрегіне жол табады. Яғни сіздің ойыңыз оны өзгерте алмайды. Мұғалімменен арасындағы үлкен қатынас бөлек. Мұғалім жасанды интеллектінің орнын ауыстыра алмайды. Мұғалім тірі баламен қарым-қатынас жасайды, ал роботтар ол тек ақпарат береді. Яғни жасандығын көрсетіп отыр деп ойлайсыз ғой. Дұрыс, рахмет сізге. Тағы бір күрделі сұрақтардың бірі, қазақ тілі педагогикасы ұзақ уақыт бойы ереже мен нормаға сүйеніп келді. Сіз оны жақсы білесіз. Сізіңше тіл үйретудің басты мақсаты енді қатесіз жазу ма, әлде ойды сапалы жеткізу ме? Қазақ тілі бұл тірі коммуникация, яғни қарым-қатынас жасау, ойды сапалы айту. Қазіргі жас ұрпақтың бойына керекті дүниеде осы міне контент жасау, ойын ашық айту. Сондықтан әрине оқушының ойын ашық айтуда болып табылады. Сіз өзіңіздің оқушыларыңызбен, яғни шәкірттеріңізбен тіл табысып білдіңіз бе? Осы жөнінде. Мұғалім болғандықтан, мұғалім нәтижеге жету үшін ең алдымен оқушымен тіл табыса білу керек. Әрбір мұғалімнің жаңағы тіл табысқандығы оқушының артындағы жетістігінен көрінеді. Сондықтан тіл табысу ол бірінші орында. Адами құндылықтың бірінші орында. Өте тамаша. Сұраққа жақсы жауап беріп жатқаныңызға мен риза болып отырмын. Негізі керемет. Біз классикалық әдебиетті көбіне тарихи міндет ретінде оқытамыз. Солай ғой? Иә. Ал қазіргі оқушы үшін
әдебиет өмірлік тәжірибеге айналуы үшін қандай педагогикалық тәсілдер қажет деп ойлайсыз? Қазір оқушылар көбінде клиптік, яғни көру арқылы қабылдайды. Сондықтан оларға тарихтың барлығын оқытып, оны түсіндіру мүмкін емес. Сондықтан оларға қысқартып, мысалы мен өзімнің жобамда бар, комикс тәсілі арқылы оқытамын. Содан кейін жаңағы подкаст арқылы оқытуға болады. Яғни неғұрлым қысқаша мазмұнда оқытсаң, соғұрлым балаларға түсінікті болады. Әрі қарай қызыққаннан кейін оқушылар зерттейді. Арғы бөлігін өздері табады. Міне осылай қызықтырып, ең басында қысқа нұсқа келу керек. Сол кезде оқушы әрі қарай ол тарихтың барлығын өзі оқып табады. Сіз көбіне тәжірибемен жұмыс істейсіз. Иә, тәжірибемен жұмыс. Жақсы, өте тамаша, себебі заманауи қазіргі сабақтың өтуі солай болу дейсіз. Иә. Өте орынды. Ал тағы бір керемет сұрақ, мүмкін ауыр да шығар, дегенмен жауап беру енді сіздің міндетіңіз. Абай жолы немесе қан мен тер сияқты күрделі мәтіндерді қазіргі визуалды мәдениетпен өскен буынға оқытуда интерпретация және эмоционал тәжірибенің рөлі қаншалықты өзіңіз ойлайсыз маңызды? Маңызды ма негізі? Әрине өте үлкен маңызды алады. Себебі бұл жерде Қанипа Бітібаеваның мына сөзін айтқым келіп тұр. Жаңағы әдебиетті сүймеген бала дейді, рухани аш бала дейді. Сондықтан ең алдымен рухани тұрғыда әдебиетті оқыту керек. Сол кезде ол маңызды болады. Маңыздылығын арттыру үшін бүгінгі таңда мысалы сериалдар арқылы оқытуға болады балаларды. Сонымен қатар жаңағы подкаст, кейіпкерді тикток сериал деген неше түрлі әдістер бар жаңа. Сол арқылы оқытып жеткізуге болады. Қазір бұрынғыдай қиын дүние жоқ. Барлығы жеңіл қарастыруға болады. Өзіңіздің шәкірттеріңізден осы айтып жатырған өзіңіздің тәжірибеңізге қолдау көрсетіп, бірге жұмыс істеп жүрген атап өтсеңіз шәкірттеріңізді. Әрине шәкірттерім өте көп. Мысалы Ақзере деген оқушым бар, Ақнұр деген оқушыларым бар. Таңдап отқан бағыттары жаратылыстану бағыты болса да, бірақ тілді жақсы көреді, сүйеді. Өйткені үнемі балалардың кері байланысында айтылады. Сіздің сабақ беру тәсіліңіз әдебиетке бізді жетелейді. Әдебиетімізді білуге, сүйіспеншілік қалыптастырады деп. Сондықтан өз бетінен ізденіп жүрген оқушыларым өте көп. Керемет. Жақсы. Жасанды интеллект деп жатамыз. Жасанды интеллект ақпаратты өңдей алады, мәтінде жаза алады, өзіңіз білесіз. Өте бір керемет құбылыс дүние болып тұр. Бәрімізге ұнайды. Негізі жеңіл жағына адам пенде көшіп кеткен заман болып тұр. Бірақ ол әдебиеттің ішкі эмоциялық, мәдени, ұлттық қорын, кодын түсіндіре ала ма? Осы қазіргі таңда қалай ойлайсыз? Ішкі кодын түсіндіре алмайды. Балалар жасанды интеллектпен мәтінді, эссені, жаңағы жоспар құруды жасап алу мүмкін. Бірақ мысалы оқушының оны қалай екенін айырып алуға бізге мүмкіндік бар. Себебі күнде алдымызда отырған баланың қалай сөйлегенін, қалай сабақ айтқанын, қалай жазғанын біз білеміз ғой. Ал енді бала осыны жасанды интеллекттен көшіріп әкеп айтып тұрған кезде оның барлығы анық көрінеді. Себебі бұл жерде ең басты мәселе баланың ойлауы. Ойлау қабілеті, сіз көңіл бөлесіз ойлау қабілетіне? Әрине ойлау қабілетіне басты назар аударамын. Себебі ойлы бала болашағы зор бала. Осы тәжірибелеріңізде ойлы балалардың өз ой пікірлерін сіз қалай бағалайсыз? Ең алдымен оқушының ойы құнды. Бірінші кезекке қоясыз. Үнін тыңдаймын. Мысалы сабақ жоспарлағанда да қай оқушым қандай бағытта, қандай алдыңғы сабағыма қандай ой айтты, маған қандай кері байланыс айтты, соған қарап келесі сабағымның ішіне соның бір элементін кіргізіп жіберуге тырысамын. Өйткені оқушымен жақындасу үшін олардың ойын тыңдау бірінші маңызды болып табылады. Өте жақсы, өте сұраққа маңызды жауап алдық деп ойлаймыз. Қалай ойлайсыз, қазіргі таңда цифрлық гуманитаристика, яғни digital humanities деген ұғым қалыптасып кеткен. Өзіңіз білесіз ғой. Қазақ әдебиетіндегі күрделі шығармалары, мысалы жыраулар поэзиясы немесе классикалық романдар оқушыларға заманауи бір кеңістікте қалай нәтиже бере алады? Бұл күрделі емес пе?
күрделі шығармаларда тағы да мұғалімнің шеберлігін қажет етеді. Себебі мысалы бесеудің хаты болсын оқытқан кезде балаға бұл түсініксіз, тілі ауыр. Мысалы балалар көбінде Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқығанда да қиналады. Бұларда мұғалімнің шеберлігі арқылы неше түрлі әдістер қолдануға болады. Мысалға мен өзімнің тағы да сол жобамды, комикс жобасын осы мақсатта кіргізген болатын. Сөйлемейтін, ойын айта алмайтын балалар сурет арқылы жеткізеді. Соны өз ойымен түсіндіріп береді. Міне, яғни мұғалім шебер педагог болса, ол кісі сабағында қандай мақсат, күрделі мақсат болса, соған сәйкес баланың ойын, баланың түсінгендігін түсініп отырғандығын оға алатындай әдіс тәсілдерді қолдану керек. Сол кезде шығарма қиын болмайды. Барлығы негіз мұғалімнің жеткізу тәсілінде. Мұғалім қалай ыңғайлап береді балаға, бала соны ары қарай алып кетсе, ол түсінеді ол шығарманы. Қиын, түсініксіз шығарма деген жоқ. Сіз қандай технологияларды қолданасыз? Бітібаеваның технологиясын қолданамын, ой тастау, ойланту, ойлау технологиясын, содан кейін сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданамын. Сіз осы сәттерде оқушылармен жұмыс істеп жатасыз ғой. Айтып отырсыз, технологияларды қолданамын деп. Психологиялық технологиялар сізде қолданысқа бола ма? Әрине. Психологиясымен де жұмыс істеу керек қой. Тек әдіс тәсілді әкеп бердім, бала соны орындап шығу деген жоқ. Жаңа сіз басты сұрағыңызда айттыңыз ғой, балалардың ойы маңызды ма деп. Яғни ойдан баланың психологиясын, баланың болмыс тұлғасын, әдебиетке деген көзқарасын, нені түсініп тұр, нені түсінбей тұр, барлығын аңғаруға болады. Сондықтан сабақ жоспарын мұғалім 45 минутқа дайындағанда соның барлығын ескеру керек. Сыныптағы психология барлық, қандай оқушы отыр алдында, кім отыр дегенін тани білу керек. Сонда сабақ құнды болады. Керемет. Себебі заманның ағымы солай. Қазір тек қана біз күрделі жасанды интеллект немесе цифрландыруды қолдануда емес, біз психологияда көбіне көп көңіл бөлуіміз тиіс деп ойлаймын. Өте керемет. Педагогикалық тұрғыдан алғанда Абай жолы немесе Қан мен тер сияқты күрделі шығармаларды өзіңізге белгілі, біздердің қазіргі заманымыз ол зетпенен алфаваны оқытуда қандай ғылыми педагогикалық әдістерді қолданған тиімді. Білесіз ғой, қазіргі жасөспірімдер зет дейміз немесе альфа. Дұрыс па? Соларға. Зет пен альфа ұрпағы бұлар көбінесе бағанада айтып өттім басты сұрағымда. Қазір оқушылар көбінде көру арқылы қабылдайды. Көру. Сондықтан көбінесе оқушыларға көруге арналған ақпараттарды алып келу керек, әдістерді. Яғни Қан мен тер болсын, Абай шығармасы болсын оқытқанда, осы сұрақ жүйелеп алайыншы. Так, сізде сұрақ Қан мен тер. Педагогикалық тұрғыдан алғанда Абай жолы немесе Қан мен тер сияқты күрделі шығармаларды зет немесе альфа ұрпағының оқытуда қалай ғылыми педагогикалық әдістер ғой қолданасыз? Мысалы оқушылар өзіңізге белгілі қазіргі таңда квиз және кахут ойнағанда білім ала ма немесе тек жарысқа қызығады ма? Егер бұл программаларды дұрыс қолдана білсе, бұл білім береді. Яғни ойын арқылы оқушы өзіне эмоция алады, көңілге сыйлай алады. Бұл жерде басты мәселе, бұл ойын білімге қызмет ету керек. Нұргүл ұстаз, сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, көбіне мынау көрініспенен деп, баланы мысалы рөлде ойнау, тағы да басқа. Біз жоғалтып алмаймыз ба мынадай шығармашылық жазу, қолменен жұмыс істеу деген сияқты дүниелерді? Бұл әдістемелерді керек емес па? Әдістемелер керек, әрине, бірақ күрделілігіне байланысты шығармаларды оқытып жатқанда жазатын әдістемеде жазу керек, ойнататын әдістемеде ойнату керек. Сондықтан дұрыс жағынан қолданса, айтып отырмын ғой, ойын білімге бағытталса, білім бере алады. Бұл жерде білім ойынға қызмет ету керек емес, керісінше ойын білімге қызмет ету керек. Мен мына жазбаша түрін айтып жатырмын. Мысалы, жазу жолыменен қалай біздер шәкірттерімізді жазу жағынан жоғалтып алмаймыз ба? Жазу жағынан жоғалтып алмаймыз. Өзіңізде мысалы қазақ тілі әдебиеті пәні, сізде әдебиеттен әрине ауызша жауап береді. Яғни көргізбеліктермен жұмыс істейсіздер. Немесе жаңағыдай түсірілімдермен деген сияқты. Ал жазу жағына келгенде қазақ тілі тоқырап қалмай ма?
қазақ тілі тоқырап жазбаша жағын айтып түсіндіңіз ғой сұраққа. қазақ тілі тоқырап қалмайды. Себебі біз эссені де жаздырамыз қазір, жоспарда құрғызамыз. Сондықтан екі жақты тең ұстау керек. Тең. Солай деп өзім де ойлаймын. Себебі онсыз біз мүмкіндіктен жоғалтып аламыз ба деген ой туады да. Сұрақ туады. Сондықтан ата-аналардан болсын, өздеріңіздің жаңағы ұжымдастарыңыздан болсын, соны қолға алу үлкен бір міндет деп ойлаймын. Қазіргі таңда өзіңізге белгілі жасанды интеллект құралдарын, GPT чат дейміз, Gemini дейміз, қазақша мәтіндерді стилистикалық тұрғыдан өңдей алады. Бұл оқушылардың сауаттылығын төмендетпей ме? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Әрине сауат. Пайдаланасыз ба негізі? ChatGPT, Gemini дегендерді қолданамыз ақпарат алу мақсатында. Бірақ тағы да айтамын, бұл ақпарат алу. Ақпарат береді, ол ақпаратты алу керек. Оны 100% ары қарай оқушы да мұғалім де көшіретін болса, бұл қауіпті. Яғни көшіре бергеннен болып, оқушының да мұғалімнің де ойлау дағдысы азаюы мүмкін. Өздігінен қызмет ете алмайды. Яғни роботтарға тәуелді болуы мүмкін. Сондықтан беріліп тұрған ақпаратты саралау керек. Әрине бұған адами құндылық, жауапкершілік керек. Жауапкершілігі бар адам оның ақпаратты саралайды. Содан кейін барып қолданады керек жерін. Ал 100%-ға көшіріп алуға болмайды. Иә, ол өзіңіз айтып өткендей жансыз дүние ғой, бізге береді ақпаратты. Бірақ біз оны қорытуымыз дұрыс. Бәрібір де қай уақытта да біз адами көзқараспен қарап, оны тұжырымдаймыз. Солай ғой. Сондықтан біздің шәкірттеріміз өзіміз болсақ та компьютерге еліктеп өзімізді жоғалтпаймыз ба? Мен сол өте күрделі сұрақ. Бүкіл ғаламдық ол күрделі сұрақ деп ойлаймын. Әрине дұрыс айтасыз. Қалай оның шешімін табуға болады? Қалай ойлайсыз? Өзіңіздің пікіріңіз. Дұрыс айтасыз. Бүкіл әлем осымен күресіп жатыр ғой. Мен ойлаймын, бұның жалғыз шешімі дұрыс бағытталуында. Адами жауапкершілік болып тұр ғой. Дұрыс бағытталса, керегіне ғана жаратып алса болады. Онда қолдана береді оны. Әлем солай күресіп жатыр деп ойлаймын мен. Сіз шәкірттеріңізбен жұмыс істеп жатқанда қалай? Негізі әр сабақтың басында біз негізі күнде ChatGPT мен Gemini жұмыс жасамаймыз. Сабақтың күрделілігіне, қызықтыр болуына қарай жұмыс жасаймыз. Дескрипторға ереже ретінде кіргіземіз. Егер бала көшіріп алатын болса, бала немесе оқушы топтық жұмыс істеп жатырмыз дейік. Көшіріп алатын болса, сол топта отырған оқушыларға назар аударамын бірінші. Бұл оқушы күнделікті сабақта қандай болып жүр? Қалай ойын айта алады? Ал мына тапсырма жазып алып келген ойы мынандай. Саралаймын. Баланың күнделікті болмысымен алып келген ақпаратын саралаймыз. Содан кейін тағы да бір ескеретін мәселе, ChatGPT, Gemini'ден көшірілген ақпараттар екі оқушы, үш оқушыда бірдей болуы мүмкін. Сол жағынан да тауып алуға болады. Себебі олар робот қой. Бір оқушыға бір мәтінді берсе, келесі оқушыға тағы соны беруі мүмкін. Сондықтан көшірілгені негізі дұрыстап қарасап бірден белгілі болып тұрады. Оқушының ойы емес қой, ол роботтың ойы. Робот жалпылама алады, зерттеу тұрғыдан алады, ал оқушы өзінің ойын жеткізеді. Өзінің ойын жеткізе білу бір бөлек, ғылыми зерттеуді көшіріп алу бір басқа дүние. Олардың өздері де сезіп отыратын шығар соны. Мысалы, қалай ойлайсыз? Мысалы, бірінен соң бірі көшіріп алғаны енді бәрібір белгілі ғой. Бірінен баяғы біздердің кезімізде мысалы бір-бірімізден көшіретін еді, білініп қоятын еді. Қазіргі заманда бәрібір ол да сондай болып келіп тұр ғой. Тура сол заманда тек қана ұстаз емес, оқушының өзі де соны сезеді. Иә, оқушылардың өздері де сезеді. Мысалы, ұрлық сияқты дүние ғой. Иә, ұрлап алу болып тұр ғой. Жасанды интеллекті барлығына бірдей беріп отқанын балалар кей жағдайда сезбей қалуы да мүмкін да, бірақ тақтаға шыққанда, тапсырма айтқанда, сен менікін алыпсың ғой, мен сенікін алыппын ғой деген сияқты қызық жағдайлар көп кездеседі, ол рас. Иә, ол енді олар үшін енді ол өте сынақ. Әрине мұғалім үшін бір қызықты да және бір түсініксіз жағдайларға ұшырауы мүмкін. Мұғалімнің өзі сондай сезіп тұрса да, балаларны қолдауымыз керек қой, енді тіпті алып тастасақ тағы болмайды. Ол кезде біз жаңағы сіз көшіріп алыпсыз бірдей ақпарат деп айта алмаймыз. Оқушылардың көзінше сіздің ақпаратыңыз мысалы келесі оқушының ақпаратына ұқсас болып кетіпті. Екеуіңіз мүмкін мәтіннен бірдей бөлігін оқыған шығарсыздар деген сияқты сөздермен оқушылардың назарын басқа жаққа аударып жібереміз. Көшіріп алып келдіңіз, сіздікі қате деген пікір айтпаймыз. Өте орынды, себебі басында сіз айтып өттіңіз,
психология керек деп бізге. Сондықтан Иә. ол да бір психологияның бір бөлігі болып саналады. Керемет, қолдау керек. Біз Иә. оқушыларды қолдасақ, біз оларды қолдайды. Ұстаздар үшін ол үлкен бір жетістік, бақыт. Мгм. Енді тағы бір қызықты сұрақтардың бірі, сіз айтып отырсыз ғой, көп қолданамыз, жасанды интеллекттен пайдаланамыз, цифрландыру заманы деп жатамыз. Осы жасанды интеллектті қалай қызықты етіп пайдаланамыз? Мысалға, слайд жасауға арналған гаммай деген бар. Тақырыпты бересіз, оқушы қызықты етіп жасап тастайды. Мысалға, кейде үйге осы тақырыпта ізденіп жұмыс жасап келіңіз, шығармашылық деп бересіз. Сол кезде дескрипторге қосып қоясыз. Мынандай бағдарламаны қолдануыңызға болады деп міндет емес. Ал бала соны зерттеу арқылы екі нәрсені түсінеді. Сабаққа керекті ақпаратты алса, және сол жасанды интеллекттің түрін түсінеді. Қызықты етіп қолданатын түрі өте көп. Жаңағындай кейіпкер, мен өзім қазір жасанды интеллекті арқылы әдеби образдарды сөйлету, жан бітіру жобасын көбірек ізденіп, соны сабағымда қолданып жүрмін. Оқушыларға өте қызықты болады, эмоция береді, кәдімгідей көңіл күй. Мысалға, Абай шығармаларын оқытқанда, мысалы, ақ киімді денелі ақсақалды деп айтқанда, оқушының көзіне елестеп отырады, бірақ олар көре алмайды оны. Ал жасанды интеллектінің бір ерекшелігі, мысалы, Абайдың сол өлеңін жасанды интеллектіге салғанда, кәдімгі қардың адам сияқты жүріп келе жатқан көзімен көруге болады, видеолар жасауға болады, осылай алып келуге болады. Сабақтың басында, мысалы, мақсатпен таныстырмас бұрын сол видеоларды көрсету арқылы сабақ не болуы мүмкін екен деп болжатуға болады. Не қызықты, ол жасанды интеллектіні дұрыс пайдаланса, қызықты жағы, әсер алу жағы өте көп. Өте керемет жауап. Сол жауапқа лайықты Нұргүл ұстаз, менде тағы бір сұрақ туындап қалды. Сұрақ дегенде ұсыныс десем де болады, иә? Сіз өзіңіздің шәкірттеріңізге бұлай үйретсеңіз қалай болар екен? Өзіңіздің шәкірттеріңіз өнімдерді дайындап шықса, түсіндіңіз ғой мағынасын? Иә. Яғни қазір солай болып жатыр ғой, қазір жарыс болып жатыр. Ол көбіне IT мамандары, иә? А біздің шәкірттеріміз де солай шыға ма? Әрине шығады. Мысалы, бір образды алып, соны жарыққа шығару. Видео өңдеп шығарып, білесіз ғой қалай екен? Әрине шығады. Біз оны, ұсынысыңызға рахмет, біз оны қолданып жүрміз. Сол менің жобамның биылғы ерекшесі Ай ұстаз деп аталынады. Биылғы ерекшелігі осы, міне, оқушылар кейіпкерді алу арқылы өздері кәдімгі жасанды интеллектімен образ жасап, сөйлетіп, тарихи оқиғалардың барлығына жан бітіріп жатыр. Оны, мысалы, менің инста парақшам барлығынан кіріп көруге болады, оқушылардың жұмысын. Біз енді оны, жобаны сабақтан тыс уақытта істейміз көбінде. Өте орынды. Сабақта басқаларға үлгі болу үшін алып келіп, сол тақырыпқа байланысты қолданамыз. Бұлай мультфильм, мультик түрінде, образ түрінде, тарихи түрінде дейсіз ба, қандай стильде керек, соншалықты стильда жасалған әдеби шығармалар бар. Көп әдеби шығармалар қазір қарасаңыз, осындай мультфильм түрінде, видео стиль түрінде шықпаған. Біз соған жан бітіріп енді шығарып жатырмыз бұйырса. Тамаша. Жасанды интеллект арқылы оның барлығы. Мен неге тамаша деп отырмын? Өзім қызыққан кездер болды, әлі де қызығып жатам. Мысалы, мына тарихи әдебиет тұсы болсын, басқасы болсын, соларды қазір жарыққа сондай шығарып жатыр. IT мамандары. Сонда көріп отырсам, бір тартымды. Адамды тартып, соны бір бала, жаңа кішкентай деп жасына қарамай, біз ересектердің өзі қызығады екенбіз. Соған бір көбіне мән беріп, соны қызығу менде де туындай бастады. Оны мойындауымыз керек. Сондықтан өте тамаша. Қазір енді интернет желісі дамығандықтан біз көбінесе тиктоктан, инстаграмнан қысқа желі ақпараттарды көреміз да, үлкен дүниені түсініп аламыз. Мысалы, 40 секундтық видеодан сіз мәтіннің не туралы екенін біліп аласыз, сол сияқты заман талабы сол болғандықтан бізде жасанды интеллектімен шығармаларды солай жасап жатырмыз, өңдеп. Жақында ғана Батыр Баянды несін жасадық, поэмасын, осы видеомен. Ол көп уақыт алмайды. Бала ең бастысы мазмұны біліп тұру керек. Ноян қандай диалог айтады, Батыр Баян қандай диалог айтады, Қалмақтың қызы қандай диалог айтады деген сияқты сөздерін, диалогтарын біліп тұрса болды бала. Сонымен қатар тағы бір бұл жерде ерекшелік деп айтсам болады, қазақ тілімен қоса бала ағылшын тілінде дамытады.
Себебі қазіргі жасанды интеллектілерге қазақ тіліндегі сөздерді салу үшін арнайы промпт керек, яғни мәтін керек. Промпттарды ағылшыншаға аудару керек болады. Мысалы, Батыр Баян орнынан тұрып жүрді дегенді ағылшыншаға аудару керек. Және қазақша мынандай диалог айтады дегенді тырнақшаға алып жазу керек. Сол кезде жасанды интеллекті жаңағы жүрген жүрсін барлығын істейді да қазақша сөзді қазақша айтып береді. Осы жағынан да тіл дамыту жағынан, яғни оқушының бойында қазақ тілі сабағы ереже жаттау ғана деген түсінікті алып тастау үшін өте үлкен тиімді деп ойлаймын. Ойын ашық айтуға әрі қарай дамытады деп ойлаймын. Қазақ тілін айтып жатсыз. Қазақ тілін, қазақ әдебиетін Жақсы, керемет, жақсы жауап. Әрине біздің өзіңіздің бірлес ұжымдастарымыз түсінеді деп ойлаймын. Себебі барлығына керек ақпараттардың көзі өте тамаша. Енді қазіргі таңда осы заманауи ғаламтор заманында, интернет заманында деп айтамыз, геймификация деген ғылым шығып жатыр. Геймификацияны білім беру трендіне біз айналдырып алдық. Біле білсеңіз, жаңа айтып отырсыз ғой, ойынменен рөлге кіргізу деген, немесе жаңағы жүлде беру деген сияқты қызықтыру, геймификация деген ол заңдылық болады. Осы заңдылықтан біз өзіміздің тереңділік, теңдігімізді жоғалтып алмаймыз ба? Тағы да мәселе құндылыққа келеді ғой. Айтып отырмын ғой, жаңағы ойын түрінде өткіземіз ғой, біз мысалы, ойын түрінде өткіземіз, тағы да басқа бір жаңағы жүлде беріп деп айтып отырмын. Сол көбіне соған беріліп кетпей ма деген бір ой туады менде. Сұрағыңызды түсіндім, шоуға айналып кетпей ма дегіңіз келіп отыр ғой, Енді сіздердің тілдеріңізбен, жастардың біздің тілмен айтқанда шоуға айналып, сабақ шоуға айналып кетпес үшін жаңағы бағана басқа сұрақтарымда да айтып өткем, ойын білімге қызмет ету керек. Мақсаттан ауытқымау керек. Ойынды алып келгенде де қандай мақсатты алып келіп отырсыз, соған алып келу керек. Сол кезде бізде шоу болмайды. Ол тек оқушыға әсер қалдырады. Әсері ғана қалу керек. Әсері қалатындай етіп алып келу керек. Мақсаттарыңыз қалай болады? Сол жөнінде қандай өзіңізге бір мақсат қоясыз? Қандай жолмен? Оқушыны сөйлеу арқылы дамыту. Ойын айту. Қазіргі оқушыларға өздерінің пікірін ашық айтқан, контент жасаған ұнайды. Біз соған бағыттауымыз керек. Өйткені заманына сай адамы дейді ғой. Заман қандай адамды, қандай тұлғаны қажет етсе, мұғалімнің басты құндылығы соны жасап шығару. Дұрыс. Өте орынды, себебі сөйлеу бұл өнер. Мысалы, елдің алдына шығып, өзіңнің ойыңды, пікіріңді білдіру, ол да бір өнер. Менің бір танысым болды. Ол кісі, мысалы, көпшіліктің алдына шыққанда сөйлемек өзінің жоғалтып алады екен. Сөйлеу өзін жоғалтып алатын адамдар болады екен. Сондықтан осы кезден бастап біздер балаларымызды сондай халықтың алдында, елдің алдында сөйлеудің өзі бір керек дүние екенін көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Әрине дұрыс айтасыз. Тіл коммуникация құралы дейміз, қарым-қатынас құралы. Оған жан бітіру керек. Міне, мұғалім соған қызмет ету керек деп ойлаймын. Қандай жолмен болсын, жасанды интеллекті болсын, комикс болсын, әртүрлі әдістерді алып келсе де, оқушы бойында қарым-қатынасты, ойын ашық айтуды қалыптастыру керек. Міне, әр сабақтағы басты мақсат оқушыны сөйлетіп шығу. Жаңағы берілген 4 тапсырманы, 5 тапсырманы орындату емес, бір ауыз сөйлем болсын, оқушыға сөйлете білсе, онда міне сабақ мақсаты орындалды деген сөз. Яғни болашақта біз тырнақшаға алғанда оратор қылып шығаруымыз керек қой. Сол ғой ойыңыз. Өте орынды. Дұрыс. Себебі ойлы бала болашағы зор бала ғой. Сондықтан ой керек. Ой болса, оқушы ары қарай дамиды. Жақсы. Осылай жас буын болып тұрсаңыз да, өте орынды, өзіңізге лайықты дүниені жасап жатқаныңыз көрініп отыр. Енді менде тағы бір сұрақ, егер болашақта қазақ мектебінің бір ғана қасиетін сақтап қалу мүмкіндігі болса, сіз нені өз жүрегіңізбен сақтап қалар едіңіз? Нені сақтап? Осы үдеріс қыла алар едіңіз? Құндылықты. Құндылық бірінші кезекте. Ең бірінші ұлттық құндылық керек. Бәрекелді. Біз қазақ ұлты құндылығымызды жоймауымыз керек. Құндылық қалыптасса, бізден ғалым да шығады, рекорд та шығады бізден, барлық шығады. Сондықтан бірінші кезекте құндылық керек. Құндылықты сақтап қалар едім.
бәріне сіз айтайын деп отырғаныңыз ұран, Иә. яғни біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызды сақтап қалу. Мгм. Өте орынды, жақсы бір жауап деп есептеймін. Бұл барлығымызға, яғни бүкіл ұстаз, яғни басқа өзіміздің елімізге, ұлтымызға, ұлт жандыларға да мысалы үлкен бір сабақ деп ойлаймын. Себебі ұлттық құндылықты бірінші кезекте кез келген ұлт болсын қоятыны ол белгілі. Рахмет. Енді қызықты бір сұрақ болсын. Яғни өзімізде блиц сұрақ дейді, ол неміс тілінен алынған, білесіз, иә? Блиц деген, яғни тез сұраққа, яғни мен мысалы сізге сұрақ қоямын, сіз маған тез жауап бересіз. Келістік қой? Иә, келістік. Енді қиын болса тоқтап қалыңыз, келесіге өтіп кете береміз. Жақсы түсіндім. Қатаң талап па, әлде еркін диалог па? Талап пен диалог бірге жүру керек. Талап бар жерде сенім бар. Жақсы. Жаттау ма, әлде ойландыру ма? Ойландыру. Кітап па, әлде электронды формат па? Мәселе форматында емес, мәселе ішіндегі рухани құндылығында. Тілді сақтау ма, әлде дамыту ма? Сақтай отырып дамытамыз. GPT чат көмекші ме, әлде сізбенен бәсекелес пе? Досым. Досыңыз, жарайды. Роботтар мұғалімді алмастыра ала ма? Жоқ, алмастыра алмайды. Қалай ойлайсыз? Қуат көзі кітап па, әлде табиғат па? Негізі мен өзім табиғаттан тыныштық алам, ал кітаптан қуат көзім білім алам. Жақсы. Ал сіз мұғалім болмасаңыз қандай мамандықты таңдар едіңіз? Өте күшті. Мұғалім болмасам, бәрібір де зерттеуші мұғалім болам. Зерттеуші болам, мұғалім болам. Мұғалімді таңдамасам, басқа мамандықты сұрап отырмын. Басқа мамандықпен өзімді елестете алмаймын. Бәрекелді, жақсы. Сіз сондай беріліп, өзіңіздің мамандығыңызды сүйдіңіз. Рахмет сізге. Бір сөзбен мұғалім кім? Мұғалім шамшырақ. Әркімнің шамын, үйде шам болмаса, жарық болмаса, біздің өміріміз жоқ қой. Сондықтан әрбір оқушының шамын жағатын шамшырақ дерем. Яғни мұғалім әлем шамшырақ десеңіз. Өмірдің нұры шамшырақ. Тамаша, керемет. Енді тағы бір сұрақтар болады. Блиц сұрағына өте ұқыпты, нәтижелі жауап бердіңіз деп ойлаймын. Біздің көрермендер де солай ойлайды деп ойлаймын. Осы түсінікті болды деп. Енді өміріңізде бір тағы да бір кезектер болады. Алғашқы кәсіби жолыңызда қандай кедергілерге немесе қиындықтарға тап болдыңыз? Және ол кедергілерді сіз қалай жеңе білдіңіз? Әрине, ешкім жетістікке бірден жетпейді ғой. Алғаш рет осы Астана қаласына 2015 жылы оқуды аяқтап келген кезде номер 74 мектеп гимназиясында жұмыс істедім. Гимназияда жас мама болып келдік. Барлығы университетте оқыған біліммен мектептегі практиканы ұштастыру өте қиын болды басында. Тәлімгерім көп көмектесті, әрине, рахмет айтқым келеді Айгүл Сейтовнаға. Тынбайтын, барлығын бірге ертіп жүріп, жанында үйретті, басынан бастап үйретті. Кейін жетістікке жету мақсатында енді әртүрлі конкурстар бар ғой. Оқушыларымды жіберем, орын алмайды. Жіберем, орын алмайды. 40 өлең жаттау керек, жаттатам, сұрайым, орын алмайды. Поэманы үлкен жаттау керек, жаттатам, орын алмайды. Жылау да болды, әрине, сұрақ та қою болды. Бірақ сол кезде тәлімгерім айтатын, қандай жетістіктің артында ол мұғалімнің еңбегі тұрады. Демек, сенің күшің әлі жетпей жатыр. Өзіңе де оқушымен бірге іздену керек деп. Содан жаңағындай конкурстарға оқушылармен бірге өзім еріп баратын болдым. Қандай мектептің оқушысы орын алады? Хаттамасына қарап зерттедім. Көбінде жаңағы дарынды балалар алады екен деген сияқты мектеп, тағы бір талай мектептер орын үнемі алады екен. Оқушымен бірге отырған кезде қадағаладым. Қай жағынан бұлар орын алып кетіп жатыр? Оқушыны қалай тәрбиелеу керек деп. Солай зерттеп ізденудің нәтижесінде менде оқушының бойына жетпейтіні сенімділік екенін түсіндім.
мен өзім сенбей тұрған соң ол оқушының да бойында сенімділік болмайды екен. Өзім қашан оқушыма сенем, сол кезде ол нәтижеге жеткізетініне көзім жетті. Сондықтан өзім бірінші бойыма сенімділік қасиет ұялаттым, содан кейін оқушыларыма әртүрлі мотивация мен сенімділік қасиет ұялаттым. Солай жүріп, алғаш рет 3-ші орын алғаным есімде, әрі қарай 1-ші орын, 2-ші орын деген сияқты бір кезде халықаралық дәрежеге қалай жеткенімді байқамай қалдым. Негізі менің ең бірінші бағытым Мұқағали Мақатаевтың жаңағы зерттеу болған. Сол кісінің өлеңдерін зерттеп, халықаралық Түркия қаласына дейін оқушымды апарғам, грант ұтып алды Түркия мемлекетіне дейін. Әрі қарай ақын зерттеушілерді зерттеу содан маған қызық бола бастады. Солай да. Бәрекелді. Енді мен ойлар едім, шынымен де адам баласына, кез келген пендеге бұл бірінші кезекте жігерлік, мақсат, сенім болу керек. Яғни сіз алдыңызға бірінші кезекте, алғашқы уақыттарда енді әрине қобалжу тағы дүниелер болған шығар. Сондықтан алдыңызға қойған бір мақсат болды, бірақ соған жете алмадыңыз. Яғни бірінші сіздің жігерлігіңіз болмады, екінші сеніміңіз болмады. Өзіме сенімім болмады. Сіздің яғни өзіңіздің алдыңызға қойған мақсатты жеткізу үшін өзіңіздің ұстазыңыз, жаңағы тәлімгеріңіз үлкен жақсы кеңес беріпті. Керемет, жақсы кеңес, әрине жақсы қабылдау керек. Сосын сырт жақтан көбіне біз қолдау күткеннен гөрі сынауды күтуіміз керек. Соған шыдамдылық танытуымыз керек. Сын көп, қолдаудан гөрі сын көп болады өмірімде. Сынды көп естимін негізі. Қазірдің өзінде де естіп жатам, жас болса да, осындай атақ алып жатыр, осылай деген сияқты. Бірақ менің нәтижелерім оқушыларымнан көрінеді. Егер оқушыларым пәнімді сүйіп, осындай дәрежеге жетпесе, мен де бұған жетпесем. Сондықтан менің бұл жетістіктерімнің артында үлкен еңбек және оқушыларыма деген махаббат тұр. Өзіңіз айтқандай сенім тұр, жігер тұр, қолдау тұр. Қолдауды енді барлық адамнан іздемейсің ғой, өзіңе жақын адамдардан іздейсің. Енді Аллаға шүкір, өзіме жақын адамдар қандай қиын сәтте де қолдайды, үнемі мотивация береді. Өмір біткен жоқ алда, бүгін жетпесең ертең жетесің деген сияқты. Мен өзімнің мақсатымнан ешқашан бас тартқан емеспін. Құласаң қайта тұр дейді ғой, құласам қайтадан тұрам. Ешқашан артқа өкініш менде болған емес. Тамаша. Дұрыс, алдыға мақсат қойдыңыз ба, соған жете беріңіз. Енді біздің жақсы мақал мәтелдеріміз бар, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Сондықтан осы еңбектеріңіз керемет көрініс, өзіңізге бір үлкен не дейді ғой, қуат, күш береді деп ойлаймын. Сіздің ұстаздарымыз деп айтамыз, мысалы ұстаздарымыз өз жұмысында кездесетін қиындықтарды қалай еңсере алады екен осы? Жалпы, өзіңіз емес, жалпы ұстаздарымыз, алдымызда жүрген өзіміздің ұжымдастарымыз қалай еңсеріп жатыр? Қазіргі заманда өзіңіз білесіз, ата-анамен жұмыс, шәкіртпен жұмыс, ұжыммен жұмыс. Әрине, ұстаз болған соң қиындық өте көп. Бір күні ата-анасы риза болмауы мүмкін, бір күні оқушы риза болмауы мүмкін, тіпті мектепте әкімшілігің риза болмауы мүмкін, бірақ соның бәрінде ең бастысы мамандығыңды сүйсең, бұл қиындық емес. Сондықтан өзім сияқты әріптестердің барлығы өздері таңдап жүрек қалауымен келгендіктен, мамандығын сүйгендіктен қиындықтың бәріне төтеп беріп жатыр деп ойлаймын. Мен өзімде солай. Мамандығымды жақсы көргендіктен қандай қиындық болса да еңсерем. Жақсылардан үлгі алып, өзіңіздің мақсатыңызға жетіп жатырсыз бүгінгі күні, солай ғой? Тамаша. Әрине. Адам алға жылжу үшін міндетті түрде оған бір образ келу керек, елестеу керек. Мысалы, мен бүгін тұрып үлкен таудың басына шығып кетем деп айта алмаймын ғой. Сол таудың басына жету үшін таудай тұлға маған мотивация болу керек. Міне, сондықтан әрине алдағы біздің үлкен ұстаздарымыз, тұлғалар бізге жетістікке жетуге бағыттайды бізді. Соларға қарап еліктейсің, мақсат қояйсың. Бүгін мына таудың етегінде болсаң, ертең ортасына жеткің келеді, ортасына жетсең, басына жеткің келеді, сол сияқты. Алдыңғы тұлға, алдыңғы буын бізге ерік жігер береді. Әрине.
еңбек ұстазды біле білген адамға еңбек әрине ұстазда. Рахмет. Құрметті тыңдармандар, осы бүгінгі күнгі кеңестер сіздерге апта бойы, ай бойы, жыл бойы үлкен бір ақыл кеңес болады деп ойлаймын. Және тәжірибелі өзіміздің ұстаздарымыздың бөліскен дүниелері баршамызға қажет. Сондықтан бүгін біздің алдымызда өзімізге сұхбатқа, подкастымызға келіп отырған Нұргүл ұстазымыз жақсы нәтижелі ой пікірмен бөлісті. Сондықтан сізге алғысымыз шексіз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Алдағы күнде де осындай подкасттарда, осындай сұхбаттарда кездесіп, бір-бірімізбен сұхбатталысып, жақсы көңіл күйде болуға нәсіп етсін. Жақсы, сау саламатта болыңыз. Өзіңіздің ойыңыз болса, айтып өтсеңіз болады. Әрине, осындай рухани құндылыққа толы сұхбатқа шақырғаныңызға рахмет. Бұндай сұхбаттар көп болсын деп ойлаймын. Себебі бірде болмаса бірде осында айтылған сұрақтардың жауабы бір мұғалімнің болсын, оқушының болсын ойында жүреді дегенге сенімдімін. Рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.